Алма жинап жүріп бір идея келді. Арасында алмасы көп, қамыры жұмсақ шарлотканы сенің қатысыңсыз 3 қадаммен жасайсың. Бірінші қадам. Жүгіріп ойнап жүрген кез келген баланы шақырып ал. Адина, бер келші. Ал екінші қадам, алманы тазартып жуып, оны жақсылап кестіріп аласың. Осындай дайын насатка болса, тіпті жақсы. Үшінші қадам қамыры. Барлық заттарды біріктіру ғана. Ең алдымен майды сал, Адина. Енді майдың үстіне қант, кішкене разрыхлитель, сосын бір шымшым тұз салсаң, керемет дәм шығады. Енді осы массаны кішкене езіп аламыз. Адина, жұмыртқа қос, 2 жұмыртқа жетеді. Тағы да араластырамыз. Бір келкі масса болған кезінде ұнды ситыдан өткіземіз. Сол кезде қамырымыз біздің борпылдақ әдемі болып шығады. Ұнды салғаннан кейін тағы бір араластырып жақсылап үстінен сүт құямыз. Болды. Бұл қамыры. Осы қамырды қазір дайын формаға Адина бізге салып береді. Алдымен алманы саламыз, ең басына көбірек, аямай, толтырып саламыз. Үстінен қамырды құямыз. Және кейін үстін қалауынша безендіріп шығасың. Сонда алма пирогы, шарлотка дайын болады. Әркімнің духовкасы әртүрлі, 180 градус 25 минутта бізде пісті. Қыздар, экранды скриншоттаймыз да қайталаймыз.